Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді тағамдардың бірі жаппасайдың өзім қалай дайындаймын, сол өз дайындау жолыммен бөлісетін боламын. Кейбір жерлерде жаппасай, кейбір жерлерде үнді мантысы деп те атайды. Ал кеттік, ондай болса, ең бірінші тастай мұздай суымызға тұзымызды салып, осылай жақсылап араластырып қоямыз. Келесі ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ортасын осылай ашып, біртіндеп жаңағы суымызды қоса отырып араластырамыз. Осылай біртіндеп суды қоса отырып, қамырымызды араластырып, қамыр жинаймыз. Үстіне шамалы ұн сеуіп аламыз. Қамыр жинаймыз. Қамырды жақсылап басып, иін қандыру керек. Содан кейін қамырды бетін жауып 30-40 минутқа қойып қоясыздар, иі қанғанша. Келесі қамырымыз дайын болғанша майымызға етімізді салып қуырамыз. Қызып тұрған майда саласыздар майға. Ұсақ қып турап аласыздар етті осылай. Өте ұсақ қылдырып турасаңыздар тәтті болады. Еттің өзінің бөлінетін соғы тартылғанға дейін бетін жауып қоясыздар. Соғы тартылып, міне осылай болған кезде үстіне пиязымызды саламыз. Пияз екеуін қуырып аламыз. Араластырып отырыңыздар, күйіп кетпесін. Келесі пиязымызбен етіміздің үстіне сәбізімізді салып, араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Бұларды да бірге. Сәбізіміз қатты болмау үшін бұқтырып, бетін жауып қоямыз 10 минуттай. Одан кейін келесі тәтті бұрышымызды саламыз да араластыра отырып қуырамыз бірге барлығын. 2-3 минутқа бетін жауып қоясыздар. 2-3 минут өткеннен кейін осының үстіне томат пастамызды қосамыз. Томат пасты қызартып, өте әдемі түс береді. Сондықтан мен осылай барлығын шеттеріне жиырып қоямын да ортасына саламын томат пастасын. Томат пастасында енді жақсылап қуырып аламыз. Бетін жауып қоясыздар 1-2 минутқа, көп емес. Сол кезде уже біздің томатный пастамыз қуырылып тұрады. Одан кейін 2 минут өткеннен кейін барлығын араластырып, біріктіріп қуырамыз. Келесі осының үстіне тура осылай ұсақталып туралған картобымызды саламыз. Және осы картопты салып болғаннан кейін тұз бұрышын қосасыздар. Қалауларыңызша дәмдеуіштерде қоссаңыздар болады. Мен тұз бен бұрыш қана қосам. Және үстіне су құямыз. Суды көп құймаңыздар. Картоп суға батып тұратындай етіп қана құйыңыздар. Және бір 20-25 минутқа жауып бұқтырып қоясыздар. Келесі қамырымызды жаямыз. Қамырды жайғанда өте жұқа етіп жайыңыздар. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып алдық. Келесі үстіне сұйық майымызды құйып, сұйық майды барлық жеріне бірдей етіп жайып шығамыз. Барлық жеріне жайылсын, сұйық май жағылсын. Сонда қазір қамырымызды салып пісірген кезде осы нанымызды жабыспай піседі. Сосын оны 4 бұрышты орташа бөліктерге бөліп аламыз. Міне мынандай өте жұқа болу керек қамырымыз. Жұқалығын көрсетіп жіберем. Қазір тағы да мінекей астында менің саусақтарымның көрініп тұрғанын көріп тұрсыздар. Келесі отымыздың астын жай ғып қойып қоямыз. Ең жайын және қамырымызды май жағын төмен қаратып осылай қойып шығамыз. Май жағылған жағы төмен қарайды. Барлығын осылай қойып шығасыздар да бетін жауып 25 минуттай бұқтырып пісіріп аласыздар. Жай баяу отта пісіріп аласыздар. Міне менікі 25 минутта пісіп шықты. Наным енді салып әдемілеп
ортасына құймасын құйып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді тағамдардың бірі, өзіме қатты ұнайды. Негізі бұл тамақты қолмен жейді көп жерде. Осылай жаңағы нанын аласыздар да, ортасындағы құймасымен біріктіріп, дәл осылай видеодағындай алып жесеңіздер болады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, соңында комментарий жазып, лайк басып, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!